Марсель в любое время Нурланбек! Марсель Нурланбекұлы назарларыңызда кәсіпқой ММА-де 15-те 0 деген көрсеткіштің егері октагон аясында осымен 6-шы жекпе-жегін өткізгелі отыр. Оған дейінгі 5 жекпе-жегінде жеңімпаз атанған, жалпы лигада бірталай қызықты тартысты жекпе-жек өткізген спортшы және де бокс жұдырықтасу бағытында да біраз жекпе-жектері бар. Бұл спортшының дәл осы АСП аренадағы бір турнирде көрдік біз Марсель Нурланбекұлын октагон 88 турнирінде бірінші раундта Азамат Жүзелев тұтқан еді. Енді араға 1,5 айдай уақыт салып өзінің кәсіпқой ММА-дегі 16-шы жекпе-жегін өткізгелі отыр. Марсель Нурланбекұлының алаңға қадам басқан сәттен және бірнеше сәттерден соң оның қарсыласымен де танысатын боламыз. Ережені бұзбаймыз, мұқият тыңдаймыз. Бойцы, вы профессионалы. Не забываем защищать себя. Покажите красивый, достойный, самый главный, честный бой. Удачи по углам. Кештің бас жекпе-жегі Марсель Нурланбекұлы, Ермек Нұран. Барлығы дайын, бұл бізде жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Дәуренбек Жақаев рұқсатын алуға қалды. Кет. Алғашқы раунд. Сәл бойша Нұранов. Солақай. Нурланбек алшақта. Бірден кірісті. Қашық. Ермегі. Блокты не күтіп алды бұны. Нурланбекұлы. Алғашқы тейкдаун. Есть перевод Марселя. Гард өте жоғар салды. Демек ойлағаным бар. Қорғанысты, Бұзы өтте, бір сәтке. Марсель Нурланбекұлы. Бірақ түпкі мақсаты ол еместе сияқты бір жағынан. Тамаша. Халгард тағда. Нұран қолындауда. Не собирается выпускать из спорта, чтобы понять. Нурланбекұлы. Сразу же забирает позицию Бекмалда. Бұл өте қалыпты, шынымен де. Тұрып кетемін деп, арқасын беріп қойған қарсыласына. Алған. Стопқа кебелді! Очередной хайлайт сабмишн. Хайлайт финиш от Марселя Нурланбекұлы.